Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі қозғамақшы болған кішкентай ғана бір тақырыбымыз Құран-ы Каримдегі Алланың бұйрығы еді. Раббыңа көркем сөз және даналықпенен шақыр деген Құранның аяты. Дінді даналықпен ұстау. Білесіздер, әрбір мұсылман адам осы басына фитна түспей, басына қайғы, қасірет, қиыншылық келмей, бір күнін өткізбейді. Әрбір басына фитна келген сайын, егер дау көтеріп, айғайлап Аллаға жалына беретін болса, оның сабырсыздығынан, оның дініне, иманына ешқандай да пайда болмайды. Бір күні Ибрахим Адхам деген кісі туралы айтады бір кітаптарда. Көшеде қараса, бір екі қол, екі аяғы кесілген, көзі соқыр адам арбада жатыр дейді. Адамдар барып, аузына тамақ шайнатып кетеді екен. А ол Құдайға шүкір деп жатыр дейді. Сонда жанына барып сұрапты. Менің атым Ибрахим болады. Сізбен жақынырақ танысайын деп едім. Иә. Сосын айтады, менің бір сұрағым бар себебі. Екі аяғыңызға не болған дейді. Кесілген. Екі қолыңыз ше, кесілген. Көзіңіз ше, сөнген. Ал сіз осыдан сәл бұрын не деп жатыр едіңіз десе, Құдайға шүкір айтып жатырмын депті. Сонда сіз қалай Құдайға шүкір айтасыз, мынандай түріңізбен десе, менің Алла дейтін тілім бар, зікір ететін жүрегім бар ғой депті. Бауырлар, дін ұстанғанда қазіргі біздің Қазақстандағы көп дін ұстанушы азаматтарымыз бұлар жастар. Жас үлкендер емес, жастар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жастарды қатты жақсы көрген. Әрбір ісінде пайғамбарымыздың жанында қанаттай болып жүрген азаматтар көп. Мысалы, Саад ибн Аби Уаққас. Өзі кішкентай болса да 15-16 жасында садақ атқанда дәл тигізетін, дөп соғатын мерген болған дейді. Пайғамбарымыз бұл жігітті жанына ертіп, соғыста бұның өнерін көргеннен, ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын, ей Саад деп айтқан сөздері бар. Пайғамбардың жанында 18 жасар жігіттер, 15 жасар жігіттер болды. Мысалы, Мусаб ибн Умайр деген жігіт. Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жанына келіп, көп естіп 15-16 жасар жігіт исламды қабылдайды. Анасы бұны үйінен қуып жібереді сол істеген үшін. Бұл бұны өзінің дін ұстануынан тоқтатқан емес. Күндердің күні сол Мусабты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға хижрат қылмақшы болған ниетін білдіріп, бір жыл бұрын Мадиналық сахабаларға қосып жібереді. Сонда бір жылдан кейін келгенде Мусаб Мадинада бір ғана намаз оқымайтын адам бар екен дейді. Қалған адамның барлығын насихаттап, пайғамбарымыздың өкілі болған адам, 18 жасар жігіт пайғамбардың өкілі болған. Ойлаңыз. Бізде ғой, кейде 18-ді не дейсіз? 25-інде мен әлі жаспын ғой дейтіндер бар. 25-інде жаспын дейді. Ар жағында 30 деген көрініп тұрған жерде. Дін ұстану жастардың мойнына қазір түсіп отыр екен. Бұны даналықпен, оны шыдамдылық, сабырлықпен ұстанбасаңыз, бұл басқаша болады. Өйткені қазіргі жастардың расында да көпшілігі жастықтың буы менен келте ойлап кетеді.
бір мәселе қозғалса, сол мәселенің аяқ жағын тыңдамайды. Бірден сол жерден үкім шығарғыш болады. Бірақ бауырлар, білесіздер ма? Құран-ы Кәримде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең алғашқы пайғамбар болып жатқан уақыттары мынадай бір аят түседі. Ол аят түсудің де бір кезегі бар. Пайғамбарымыз иқра деп түскен аятты білесіздер ғой пайғамбарымызға. Сол аяттан өз-өзіне оңаламай не істеймін деп жүрген кезінде жапан далада келе жатса, аспанда бір кісі ілініп тұр дейді да. Аяғы жерге тимейді. Бір кісі ілініп тұр дейді. Қорқып кеткен. Ей Мұхаммед, сен пайғамбарсың ғой деді дейді. Қорқып кеткеннен бұл кісі қашады. Бұл жын ба, шайтан ба, не бұл деп. Бара салып, мені орап тастаңдар. Мені орап тастаңдар дейді. Пайғамбарымызды орап тастайды. Бірақ артынан әлгі кісі келіп айтады: ей Мұхаммед, мен сенің серігің Жебірейіл болам. Алла тағала саған сәлем айтып, мынау аяттарды жөнетті. Я айюхал муззаммил, ей оранып жатқан, құм фаандир, тұр орныңнан, ескерт анау халқыңды. Ва раббака факаббир, Раббыңды ұлыла. Ва сиябака фатаххир, киіміңді тазала. Киім дегенде, ол үстіндегі киімді де нұсқайды. Киім дегенде адамның сыртқы тәнінде ғалымдарымыз нұсқайды. Варруджза фахджур, және нәжис нәрседен қашық бол. Вала тамнун тастакфир, және істеген істеріңді міндет қылып көп санама дейді. Өйткені бұл дін ауыр болады көп адамға, нәпсісіне ауыр. Ал сол ауырлықтан өтіп жатқанда адам өз-өзін мақтағысы келеді. Өзін артық біліп қойдым, артық жүріп қойдым деп ойлағысы келеді. Кейбіреулерде сондай нәрсе бар. Кішкентай намаз оқиды. Кішкентай біреулердің уағызын естіп алады. Сөйтеді де жұртқа ақыл айтып шығады. Дін туралы әңгіме айтады. Дін деген былай, анау мұнафиқ, анау діннен адасып кеткен, мынау үйтіп кеткен, мынау бүйтіп кеткен. Мені мынандай дәлелім дейді. Ол дәлелді де оған біреу көрсетіп берген. Ол өзі емес. Оны тіпті жіті түсінген де емес ол мәселені. Бірден жастықтың буына салады. Білесіздер ма? Бір Хилятул Аулия деген кітапта бір уақиғаны жазады. Жақсы, қайырымды бір жігіт киім тоқиды екен, мата тоқиды екен. Бір күні осы матаны қымбатырақ сатайыншы деп бүкіл өнерін салып, күніге отырған уақытынан да көбірақ отырып, күндегі күшінен де көбірақ күш жұмсайды. Барынша уақытын жұмсайды да, сөйтіп мата тоқиды. Сөйтіп сол матаны базарға алып барады. Алып барып, базардағы саудагерге көрсетсе, саудагер оған бір арзан бағаны береді. Сонда бұл кісі ренжиді. Неге маған бұндай баға бердіңіз? Мен бұған басқа маталарымнан да көп пейнет көрдім. Мен бұл матаға бар күшімді салдым, бар уақытымды бердім. Дегенде әлгі саудагер кісі айтады: мен 30 жылдан бері қарай мата сатамын. Матаны көргеннен танимын. Мені қарашы деп матаны алып тұрып айтады: сен тоқып жатқан кезінде мына жерін асығыс өткенсің, сол үшін мына жері жұқалау бопты. Мына жері екеуінің арасындағы тоқымасы аздап өзгеріп қапты, тез тоқып жіберіпсің. Мына жеріндегі жиегі көмкерілмей қалыпты, мына жеріндегісі былай бопты деп қателерін айтып тастайды. Бұның барлығы айып қой, мен де бұны сатушыға, сатып алушыға қалай ұсынам дейді. Сонда әлгі жігіт өкіріп жылайды. Аяп кетеді саудагер. Болды дейді, жарайды. Жарайды, менің бір саған жәрдемім болсын, сен айтқан бағаны берейін, мен айтшы қанша тұрады мынау матаң дегенде. Жоқ, мен матаға жыламадым дейді. Матаға жылаған жоқпын. Мен
кішкентай бала кезімнен намаз оқимын. Әрбір намазымды Алла қабыл етеді деп бүкіл ынтамды салып оқимын. Барымды салып, кейде күндегімнен де көбірек намазда тұрам. Мынау сен 30 жыл бойы мата сатып, матаның қандай екенін біліп тұрсың. Менің жасаған ғибадатымды Алла біледі ғой, қандай екенін. Ертең Алланың алдына барғанымда, Алла тағала маған мына құлшылықтарың керек емес маған. Мына жерде мынадай айыбы бар. Мына жерде мында қарап тұрғансың. Ана жерде мынаны өткізіп қойғансың. Деп айтса, менің күнім не болады дейді. Мен қымбатқа өткізем деген бүкіл өмірлік құлшылық ғибадатым, менің бүкіл малым ақыретте жәннатты сатып алғым келетін малым бұл. Егер осының өзі осынша айыпты болса, менің күнім не болды деп жыладым деген екен. Мен сонша үмітпен жүрдім ғой, енді қайтемін деп жыладым депті. Бұл әуелгілердің үміт пен үрейдің арасында жүрген өмірі. Иә, бұл кісі Алланың мейірімінен үмітсіз болып жатқан жоқ. Құдай сақтасын. Алла өте кең, аса жомарт, өте мейірімді. Мейіріміне шек жоқ, жомарттығына да шек жоқ. Ойлаңызшы, қандай жомарттығын Алланың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы Сахи Муслимда хадистер келеді. Шапағаты туралы пайғамбарымыздың. Ол кісі өзінің үмметін жақсы көргеннен, жәннатқа ең алғашқы кірушілерден болса да жәннатқа кіріп ары қарай кірмей қояды дейді. Сонда неге кірмейсің дегенде, менің үмметім деп айта береді дейді. Содан Алладан әмір келіп, бүкіл өзіңнің үмметіңді алып кет дейді екен. Дозақта жатқан, күнәһар болып жатқан үмметің бәрін алып шығып кет дейді екен. Алланың жомарттығын қараңыз. Бәрін алып кетеді. Басқа пайғамбарларға да рұқсат береді. Сонан соң Алла айтады. Ал енді мен айтамын дейді. Халайық тыңдаңдар. Кімде кімнің жүрегінде қылдай да иман болса, қылдай, кішкентай ғана қылдай иман болса, мен соған дозақты арам қылдым. Сол пенделерінің бәрін дозақтан шығарыңдар дейді. Не деген азат ету деңіз? Қадір түні дейді. Қадір түнін неге қадір деп атаған білесіздер ме? Иә, ол өлшем деген мағынаны да берер. Бірақ сол қадір түнінің тағы бір қасиеті, сол түнде Алла тағала топ-топ құлдарын дозақтан азат етеді екен. Бұл қадірлі түн дейтіні содан. Кәдімгі топ-тобыменен азат етеді дейді дозақтан. Пәленшелер аттарын айтады періштелер. Бәрін дозақтан азат етілді. Мынау адамдар, олар да дозақтан азат етілді деп жатыр. Міне осы түн, жұма намазы да сондай. Бауырлар, Алланың мейірімі шексіз. Алла өте жомарт. Бірақ біздің сәләф салихтарымыз, әуелгілеріміз, Алла мейірімді екен деп, бара көреміз деп талтаңдап өмір сүрмеген, әйтеуір жүре берсем болды деп өмір сүрмеген, өзінің құлшылық ғибадатына мұқият, ынталықпен қараған. Барынша сол құлшылығы дұрыс орындалса екен деген. Тіпті бір ғалымдар айтады, адам өзінің айыбын білгені сонша өзгенің айыбын көрмейтін дәрежеге барады деген сөздер бар. Бір күні Әзіреті Алидің немересі Зайнул Абидин мешітке шәкірттерімен кіріп келеді. Сөйтіп кіріп енді отыратын кезінде бір кісі келіп, сен Зайнул Абидинсің ба дейді. Иә десе, жоқ дейді. Сен Шайнул Абидинсің дейді. Зайн дегені бүкіл құлдардың зейнеті дегені, сұлулығы дегенді білдіреді. Ал Шайн дегені ол көркемсізі, ең ұятсыз дегенді білдіреді.
Қарасаңызшы мазақтаған. Жанында шәкірттер тұр, адамдар тұр. Сен мынандай адамсың, ондай адамсың, мұндай адамсың деп бастайды. Сөздерді айтып жатыр. Әлгі кісі Зайнул Абидин басын салбыратып, көзіне жас алады. Сосын ана тоқтағаннан кейін, неге жыладың дегенде, жоғарыдағы айтқан айыптың бәрін көріп тұрсаң, онда сол менмін дейді. Онда сол менмін. Осы мешіттегі, осы дүние жүзіндегі ең күнәсі көп, ең бейшара құл ол мен дейді. Соны жасырып жүрген едім, сен соны әшкерелеп айтып қойдың деді. Сонда әлгі кісі тізесіне бүк түсіп жылайды. Кешіріңіз дейді. Кешіріңіз, маған негізі мына жерде бір адамдар сізді көре алмағаннан сол кісіні мешіттің ішінде айқайлатып ашуландыршы деп қолыма ақша берді. Егер сол адам ашуланып саған бір надандық жасаса, саған 1000 тілі алтын деп айтты дейді. Сонда Зайнул Абидин айтады: егер ақшаға мұқтаж болсаң, бізге келмедің ба? Сонша әурегершілікке түсіп, біреудің алдына жалбарынғаннан гөрі, алдымызға келіп, ей Зайнул Абидин, менің жағдайым осындай қиын болып тұр, не тауып бересің десең, мен ағайын туыстар бар, мына жамағат бар, сұрап берем ғой деген екен. Сол Зайнул Абидин сондай пайғамбарлардың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұрпағы бола тұра, сондай ақсүйек бола тұра, өзін соншалықты төмен санаған. Жұрттар оның қанша айыбың бар деп, ол бар болса да, жоқ болса да айтып жатса, басын иіп ерегіскен емес. Сонан соң, сол кісі дүниеден өткен кезде, бірнеше адамдар сол қаланың әкіміне келеді. Зайнул Абидин деп келеді. Не болды десе, біз 10 жылдан бері, біреуіміз 5 жылдан бері негізі кедейміз. Сол жылдардың барлығында есігіміздің алдынан кішкентай болса да тамақ табатынбыз дейді. Түнде тамақ тастап кетеді дейді. Кішкентай күріш, немесе бидай, немесе май, немесе ет тастап кетеді. Бұл кім екен деп таң қалатынбыз дейді. Сөйтіп, Алла сізден разы болсын деп қайырлы дұғамызды жасап, әлгі қайыр садақаны алатынбыз. Зайнул Абидин дүниеден өтті дегенді естідік. Сол дүниеден өткеннен кейін, міне кеше түнде біздің үйлерімізге сол продукты дейді ғой, азық түліктің келетін түні келмей қалды дейді. Біз сонда барып білдік дейді. Сонда барып білдік, мынау адам Зайнул Абидин екен. Бұл адамды Алла рахметіне бөлесін деп сіздің алдыңызға келіп тұрмыз, жүрегіміздегіні сыйғыза алмай тұрмыз депті. Қараңыз, қайырлы іс қылса да ешкімге айтпайтын. Айтқан емес. Өзінің жасаған құлшылық ғибадаттарын мақтан көрсетіп, немесе мен үйтіп қойдым деп көкірегін ұрған емес. Екінші бір адамды кемсіткен емес. Бұл біздің сәләф салихтарымыздың амалдары. Қазір ғой, бауырлар, ақбалы төкпелі заман. Иә, ақбалы төкпелі заман. Бастарымызға неше түрлі фитна келіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні жерге бір нәрсе сызып отырады. Сонда халық сұрайды: Расулалла, бұл не сыздыңыз дегенде, мынау адам болса деп бір сызық сызады. Сөйтіп бірнеше майда көптеген сызықтарды алдына көлденең тастайды. Мынау сол көлденең сызықты белінен орып жібереді. Сөйтіп айтады: мынау ұзын сызық, бұл өмір дейді адамның. А мынау оны кесіп жатқан көлденең сызықтар фитналар дейді. Адам баласының басына соншалықты фитна келеді дейді. Бір фитна келгенде айтады екен: хада халаки, бұл менің өлімім ғой, болды, осыдан құрыдым дейді екен. Бірақ одан өтеді дейді.
Одан өткеннен кейін оған тағып фитна келген кезінде айтады екен дейді. Мен өткендегіні де фитна деп жүр екенмін. Міне мынау нағыз фитна дейді екен. Осылайша тағдыры озғанға дейін алдына әртүрлі сынақтар келе береді дейді. Құран-ы Кәрімде айтады Алла Тағала: ей мұсылмандар, сіздер әуелгілерге ұқсап сыналмайынша жәннатқа кіремін деп ойламаңыздар дейді. Бауырлар, әуелгілерді Алла Тағала соншалықты сынаған. Тіпті пайғамбардың өзі, пайғамбардың иманы қандай болады, ойлаңызшы. Сіздің біздің иман дәрежеміз қандай? Басқа пайғамбардың иман дәрежесі қандай, ойлаңызшы. Сол пайғамбарлардың өздері қысылып, Алланың жәрдемі қашан келеді деп дірілдеп кеткенге шейін Алла сынаған дейді оларды. Адамның басына күші жетпейтін сынақты бермейді Алла Тағала. Сол сынақтардың көпшілігін дүниеден келсін, ол діни болсын, жанұяңыздан болсын, әртүрлі сынақ келеді сізге. Сол сынақтарды кейбір бауырларымыз дұрыс өте алмай қалады. Бұл сынақтар келгенде даналықпен қабылдап, әліптің артын білген жақсы. Бауырлар, халықта бекер айтпайды. Асыл тастан, ақыл жастан дейді. Ақыл олы қартайғанда деген сөз жоқ, байқайсыз ба? Ақыл жастан дейді. Сіздердің әрбіріңізде өзіңізге жетерлі мықты ақылыңыз бар. Бірақ соны жігіттіктің буыменен көп адам қолданбайды. Ағаттыққа кетеді. Бір істі көрсе, әліптің аяқ жағын байқамайды. Мыналар не болып жатыр екен? Бұл қалай болып жатыр екен демейді. Бірден бел ортадан бастады. Анау пәленше қайықта, түгенше қайықта, мынандай фитна болып жатыр. Неге бұлар сөйлемейді деп біреулер сөз шығарады. Бауырлар, біздің, бодан да жақынырақ айтайын, біздің қазақтың даласында мұсылманның басына не деген фитналар келіп жатыр қазір. Еркектеріміз ұрғашық айналып жатыр. Әртүрлі бастарын үтікпен күйдіріп па, әйтеуір қатындардың киімін киіп шығып жатыр. Қыздарымыз еркекке ұқсағысы кеп, бұттарына шалбар киіп жатыр, шаштарын қысқартып. Бұл жай ғана емес. Арақтың дастарханымызға кіріп кеткені сонша, арақ қоймаса біреулер кәдімгідей ренжіп кетіп қалады. Ренжіп кетіп қалады. Тіпті арақ қоймадың деп соғыста шығарады. Ол еш нәрсе емес. Мұсылмандардың басына ойлаңызшы, намазыңыздан тоқтататын кездер келеді. Намаз оқыма дейді. Орамал тақпа дейді. Басқа фитналар келе береді. Егер біз сол фитнаның барлығына қолымызға қылыш алып тіке тұра берсек, не болады, айтыңызшы. Неміз қалады? Осы жерде отырған қанша мұсылман бар? Бірлігіміз өте аз. Бірлігіміз аз. Кішкентай бір фитна түссе арамызға, бір-бірлерімізден теріс айналып кетердей боламыз. Оның аяқ жағын ойланбаймыз. Тоқтай тұр, бұл кісі бұл істі бекер жасап жатқан жоқ шығар деп аяқ жағын ойланбаймыз. Бірден кетеміз. Бір айыпты көріп қалсақ, сол айыпты жұртқа жайғымыз келеді. Өзіміздің айыбымыз ше. Өзіміздің айыбымыз егер білінсе, бауырлар, таңертең тұрсаңыз сізбен ешкім амандаспайтын еді ғой. Егер айыбыңыз көрініп тұрса, еш жерге сыймай кететін едіңіз ғой. Бірақ Алла Тағала барлық істі саттарул уйуб, бүкіл айыпты бекітуші деген сипатымен бекітіп отырады. Кейбір істерді Алла Тағала басымызға салып бізден сабырлық күтеді. Иә, сабырлық күтеді. Кейбір кездер болады екен, үндемей тұрып соны істеуіміз керек болған істер болады. Мысал айтайық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түс көреді, түсінде умраға барады. Болды, пайғамбар түс көрді, сол орындалу керек болып саналғаннан кейін халықтың бәріне айтады, мен умраға баруым керек екен, кім барады десе, жұрттың бәрі қосылады. Барлығы дерлік умраға барғанда Меккенің мүшриктері жиналып кіргізбей қояды. Кіргізбей қояды. Сонда пайғамбарымызға келісім шарт түзіледі. Худайбия сұлхында,
сол келісім шартта бір мұсылманның пайдасы жоқ нәрсенің барлығына қол қояды пайғамбарымыз. Мұсылманның пайдасы жоқ болған нәрсенің бәріне қол қояды. Әр қол қойып, осыны келістік деп отырған сайын ар жақта Омар күйеді. Неге бұл бұлай деп. Сонан соң пайғамбарымызға ең соңғы шарттардың бірі, биыл қажылық қылмайсыңдар, келесі жылы деген кезде Омар жарылады. Кеп тұрмыз ғой, мына жер тұр ғой. Ойлаңыз, соның ішінде қанша Меккенің азаматтары бар да жанұясын тастаған хижрат қылып. Көрмегеніне 7-8 жыл болған. Әрқайсысына 7 жыл, 6 жылдан болған. Көрмегеніне жанұясын. Енді көргісі кеп тұр да, кішкентай ғана километрлер қалып тұр. Сонда көрмей кетейін деп тұр ма? Пайғамбарымыз айтады, бірнеше рет айтады. Халайық, шаштарыңызды алыңыздар, құрбанды шалыңыздар, қайтамыз ауылға дейді. Біреуі де істемейді. Түсінесіз ба? Сахабалар істей алмай қалады. Бұл пайғамбарға қарсылығынан емес, бәлки діннің басына салған ауыртпашылықты жүрегі көтере алмағаннан қайран болып тұрады. Сонда Умму Салама, пайғамбардың бір әйелі, дана әйел, келіп, я Расулалла, сіз айтсаңыз барлық іс бітеді, өзіңіз бастаңыз дегеннен кейін пайғамбарымыз шашын алып, құрбандық шалғасын барып, барлық орындайды. Келесі жылы Мекке фатық болады. Мұсылмандардікі болады. Бірақ сол мұсылмандардікі фатық болған кезде де соған дейін де Омар мысалы міндет қылып айтқан емес та пайғамбарға, я Расулалла, сен бұлай істедің, неге олай істедің, бұның дұрыс емес қой деген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы Меккеден қашып келген мұсылмандар Мадинаға келсе, артынан қуғыншы келсе, бер жібер дегенге қол қойды. Бер жіберем деп. Сонда мұсылмандар қалай кәпірдің қолына бер жібересіз деп сұраған жоқ. Әліптің артын байқады бауырлар. Біздің дініміз бейбітшілік дін. Біздің дініміз Алланың діні бауырлар. Алла тағала бұл дінді сізсіз де, бізсіз де көтереді қалағанша. Бірақ сізбенен біз алдымызға келген қызметті орындауымыз керек. Сабырлық қылатын жерде сабырлық қылуымыз керек. Жастыққа салып, қызбалыққа салып, мынау харам болды, бірақ оған мынандай рұқсат берілмеді деп оны жандандырып жарияға жар салудың қажеті жоқ бауырлар. Не туралы айтылып атқанды жобалаған шығарсыздар көпшілігіңіз. Қараңызшы, Қазақстанда мешітке неге кірдің деп сұрай ма бір адам сізден? Мешітке кірсеңіз қуып жібере ма? Немесе мешіттерде ана жерде жазылып тұр, қараңызшы, ең көп үлкен мешіттердің көпшілігінде бар қазір ол фиқх сабағы, ақида сабағы, Құран сабақтары деп жазылып тұр. Ерікті түрде келіп оқи бер. Келде оқи бер. Тегін, солай емес пе? Жоқ, ақша төлейсіз ба? Келде оқи бер. Сізге біреу тоқтатып атқан жоқ. Дініңізді үйрен деп. Медреселерімізді колледж болып жатыр. Кәдімгі қолына құжат алып шығады. Баяғыда Ратбек қажының кезінде жігіттер институт оқып шығатын, ислам институтын. Сөйтіп қолына диплом сияқты бір нәрсе алатын да, қағаз алса. Бірақ бермейтін де. Себебі ол қағаз ғой дейді, не істейсің дейді оны дейді. Раста, өткен мемлекет тарапынан оған оқыды деген шрифт жоқ та. Ол қағазбен бар бір жерге жұмысқа да кіремейтін. Қазір Нұр Мүбараққа 190 адамға грант бөлінеді жыл сайын. Барынша исламды дамытуына қанша жолдар ашылып жатыр бауырлар. Сол жолдардың ең әдемілері осы білім. Білім есіктері, білім ордаларының ашығы ғой. Білімнен үлкен нәрсе бар ма бауырлар? Құранның ең алғашқы аяты да оқы деп түспеді ма? Ал біз ше жалқаумыз. Жалқаумыз. Құран сабағы тұрады, біреуі келмейді көп адамның. Келмейді. Құранның басын жарып, көзін шығарып оқиды, оқыса. Өзінше оқып отырған болады, ананы оқыса, естіп отырсаңыз, жылағыңыз келеді. Ол ананың күшті оқығаннан жылағыңыз келмейді. Ананың оқи алмай жатқанына жылағыңыз келеді. Мынау не деген оқу, мынау деп жылағыңыз келеді. Фиқх сабақтары тұр. Фиқх дегеніміз намаз, ораза, зекет, қажылық, соны қалай орындау сабақтары тұр.
жалқаумыз. Біреуге звондап сұрау керек. Өзіңіз оқығандай болмайды ғой, түсінесіз ба? Телефонмен сұраған. Телефонмен сұрау деген нәрсе ол не ол? Өзіңіз оқығанның жанында не ол? Айтыңызшы. Ақида сабақтары бар. Аллаға деген сенімімізді дұрыстайтын. Бізде Аллаға деген сеніміміз ақида білімінің төмендігі сонша. Мысалы, Абай атамыздың қандай ақидада болғанын білмейміз. Кітаптарын оқыған да жоқпыз оны. Шәкәрімнің қандай ақидада болғанын. Мысалы, Абай атамыз 8 сипатты өзінің қара сөздерінде келтіріп береді. 8 сипат деген не ол? Не ол? Қаяқтан шықты ол? Оны ұғынып та жатқан жастарымыз жоқ. Бауырлар, біз күш құдіретімізді, мынау өзіміздің арындаған ашуымызды бөлек бір нәрсеге жұмсап жатқан сияқтымыз. Бәріміз отырып әлеуметтік желіге кіріп аламыз да, біреу бір жерден фитна шығарса, соны дамытып алып, қолымызға қызыл жала ұстап кетеміз. Қазір тыныштық уақытында оқып алсаңызшы, жастық уақытыңызда оқып алсаңызшы, басыңызға қабылдайтын, осында үлкен көкелер отыр, қараңыздар жандарыңызда. Құранды оқып атса, мына жағымнан кіріп, мына жағымнан шығып атады дейді. Тұрмайды дейді. Келмейді Құран дейді. Болды дейді. Тілім де келмейді оған дейді. Отыр ғой осында, сұраңыздар. Ақсақалдар отыр. Мынада жастарымыз көп осы жерде отырған. Білім оқу керек. Арнайы білімге уақыт беру керек. Арнайы білімге уақыт беру керек. Дінімізді, асыл дінімізді дұрыс және тиянақты үйренуіміз керек. Сіздердің бәріңіз молда болып кет демейді. Ол мына жердегі мешіт сабақтарында фиқ, ақида, Құран сабақтарын оқыған бәрі молда болып кетпейді. Негізі шындап келгенде молда деген кім екен білесіздер ма? Молда арабтың мәула деген сөзінен алынады. Ол шариғатта негізі білім егесіне қойылатын лақап болған. Біздің Мауаран нахырда. Молда адам. Молда атану үшін кемінде 15-20 пара Құран білу керек. Болған. Ойлаңыз. Пәлен тәпсір оқыған болу керек. Фиқтан пәлен кітап оқыған болу керек. Ақидадан түген кітап оқыған болу керек. Деген сияқты мәселелер бар. Енді қазіргі бізде кадр мәселесі ондай емес. Біздегі молдалар ондай емес қой. Дұрыс па? Құлқуалланың 3 қайырысы сол молда. Осы жерде отқаныңыз бәріңіз үйіңізде бір молда шығарсыздар. Өтірік болмаса. Ата-анаңыз айтады, ана мен молда балам дейді, мешітке барып жүр дейді. Бәріңіз молдасыздар дейді сонымен. Бірақ білім деген қайда жатыр бауырлар? Білім оқу керек. Уақытты бекер оздырмау керек. Ибрахим пайғамбар өзінің баласын, әйелі екеуін Жапан далаға тастап баратқанда тілектерінің ең алғашқысы, я Аллахым, осы мен Жапан далаға мынау әйелім мен баламды сенің ырзалығың деп, әмірің деп тастадым. Оларға тыныштық бер дейді. Ең бірінші сұрайтын нығметі тыныштық. Тыныштық. Немесе тағы дәлел. Құрайш сүресінде Алла тағала айтады: Ли илафи Құрайш илафихим рихлата шитай ва сайф. Алла тағала ант етеді. Құрайштың қыстың күні бір жаққа қарай, жаздың күні бір жаққа қарай сапар шегіп, сол жерде Алла тағала оларға амандық беріп, аштықтан қарнын тойғызып, дұшпаннан қорған болғанын Алла тағала міндет етеді Құранда. Сөйтіп айтады: Фалиябуду робба хадал байт. Ендеше дейді, осы тыныштықты бердім, Аллаға ғибадат етсін дейді. Тыныштық бұл Алланың өзі міндет еткен нығметтерінің бірі екен. Құрайш деген сондай ерке халық болған. Мысалы, бір айларға келген кезінде, мысалы, керуенді отырып Құрайш басқарып бара жатса, соғысып атқан тайпалардың арасында, мысал дейік, мынау тайпаны ұнатпайды, бірақ мынау керуенменен сауда қылу керек, мынаның ауылынан өту керек. Өте алмағаннан кейін бір Құрайштықты алып керуен басы қылып сайлайды екен да, сол керуенді жіберсе, сол керуен Құрайштың басында отырып кетіп баратқан үшін тиіспейді екен ешкім. Кім
керуенбасы Құрайш келе жатыр. Болды, тимеңдерші дейді екен. Пәленшенің малы ғой, Құрайш отыр ғой басында дейді. Соншалықты ерке болған, дұшпандарынан тоқтау беріп қойған Алла Тағала. Соның бәрін беріп тұрса да, ішінен Құдайға сенбейтін, пайғамбарды мойындамайтын кәпірлер де шықты. Алла Тағала осы сүреде тыныштық туралы айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы бір жерге соғысқа жөнетіп атқан кезінде өсиет қылады. Оны Әбу Бәкір де өсиет қылған дәл солай. Соғысқа жөнеткен генералына өсиет қылып жатыр. Қарияны өлтірме, әйелді өлтірме, жас сәбиді тиме, ағашты бекерден бекер қырып үйді бұзба дейді. Неге? Өйткені сол соғыс бітсе, халық бірден бейбіт өмірге кіріп кету керек. Ал егер сіз үйді бұзып, ағаштарды қырқып, ана жерден өтіп кетсеңіз, халық оңала алмай жатады сол жерде. Қазіргі соғыстардың бәрі сол ғой, үй қирату, қала қирату, бүкіл мемлекеттің экономикасын быт-шытын шығару. Исламның соғысы ондай болған емес. Ислам барған ел көркейетін, ары қарай өсіп, өнетін, дамитын. Бірақ біз өткен тарихымызға ғана мақтанбауымыз керек, бауырлар. Өзіміз қазіргі кездегі тыныштықтың қадірін, осы қазіргі кездегі амандықтың қадірін біліп, алға қарай жүруіміз керек. Тұрған су сасиды дейді. Жанұяңызға көңіл бөліңіз. Үйленген адамдар болса біліңіз, сіз жанұяңыз үшін жауап бересіз. Күніге болмаса да аптасына бір рет сіз жанұяңызбен отырасыз ба? Дін туралы сөйлесіп отырасыз ба? Дін ұстанғанын, соның тәрбиесін, балаңыздың кіммен жүріп, қалай сөйлесіп атқанын тексересіз ба? Оның ой пікірін, дамуын, өрісін қадағалайсыз ба? Әйеліңізше, өзіңізше қараңызшы. Біз жалқау болып баратырмыз. Білім оқымаймыз. Білім ошақтары көбейіп тұрса да. Тек қана дүниенің соңынан кеттік. Онысы аздай. Дүниенің соңынан кеттік деп айтсаң ренжиді ғой. Ортада бір фитнама, бір дау шығып қалса, соған мұрнын тығып үлгереді. Дін деген сол деп ойлайды. Дін деген ол дауларды шешіп жүретін разборка емес ол. Ол дін деген сол даудан қашып, соны басып, алға қарай жүру. Соңғы қорытып айтқым келетіні, бауырлар, біздің қазіргі қазақтың даласында жастар көп намаз оқып, дінге көп бұрды, көп бет бұрды. Бұл үлкен жеңіс, бауырлар. Үлкен жеңіс. Алла сізге, осы отырған көп жастарға, көп үлкен нығмет берді. Пайғамбарымыз мысалы жәннати адамдарды тізіп жатқан кезінде жастық шағын жігіттігін исламда жүргізген жігіт деп жәннати адамды суреттеп кетеді. Яғни сіздің жігіттік қайратыңыз, күш құдіретіңіз барлығы исламның аясында, исламның саясында өткізсеңіз, бұл үлкен ғанибет болады. Ақыретіңізге үлкен арқалап кететін олжаңыз болады. Қариялар өкініп отырады. Жастық шағымда неге істемедім мен? Біздің кезде мұндай болмады деп отырады. Ал ертең сізде қария боласыз, сол кезде не дейсіз? Мешіттерде сабақ тұрды. Мен еш нәрсе оқымай осылай топас болып жүре бердім ба дейсіз ба? Мұсылмандар білімнен айырылған сайын әркімнің қолына ерме бола береді. Мұсылмандардың арасында білім болмағасын, осылай әркімнің қол астында тулақ болып кетеді. Өйткені білімменен дінін ұстану, яғни даналықпенен дін ұстану көп мұсылмандардан кетіп бара жатыр. Дініңізді сабырлықпен, даналықпен ұстаныңыз. Оны дұрыс дамыта біліңіз. Уақытыңызды бекер зая етпеңіз. Және күш құдіретіңізді дұрыс жолға, дұрыс іске жұмсай біліңіз. Өйткені бұл дүние қысқа ғана қамшының сабындай дүние. Зыр етіп өткен кезінде басыңызды шайқап қала бересіз. Алла Тағала
елімізге тыныштық, амандық берсін. Дұға қылайық. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма аслих лана дин лати хия исмату амрина, ва аслих лана дуньяна лати фиха маашуна, ва аслих лана ахиратан лати илейха маадуна. Я Аллахым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымызды кешіргейсін. Өзіңнің тура жолынан айырмағайсың. Бізді бізден қалған ұрпақты намазхан адамдардан қыл. Осы қол жайып отқан көпшіліктің арасында қандай да бір дерт сырқат науқас болса шипа бер. Басында қандай да бір қайғы, қасірет, қиыншылық, ауыртпашылық болса жеңілдік бер. Дүниелік, ақыреттік қандай да тілегіміз болса, сол тілектерімізді қабыл еткейсін. Я Аллахым, елімізге тыныштық бер, халқымызға амандық бер, істерімізге береке бер. Кімде-кім бізді, мұсылмандарды бір жамандық қылып ойлайтын болса, сол жамандығын өз басына салғайсың. Бізді одан аман есен алып қалғайсың. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллим. Бирахматика я архамар рахимин.